Қайырлы күн, құрметті достар, бұл мамандық таңдау каналы. Құрметті достар, көпшіліктің сұранысы бойынша біз 2023 жылғы ұбт-да келетін өзгерістер туралы тақырыпты айтатын боламыз. Олай болса, дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Каналға тіркеліп, төменге лайк басуды ұмытпаңыздар. Құрметті достар, биылғы жылы бізге сіздерге айтатын ең үлкен екі жаңалығымыз бар. Оның біріншісі, өткен жылғы біздің Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі бекіткендей екі ұбт тапсыруға мүмкіндігіңіз бар. Негізінде бұл қоғам арасында осы ұбт қалай болады, оны қалай өткіземіз, өткен жылғыдағыдай 2 рет өткіземіз ба деген сияқты қоғам арасында көптеген сұрақтар пайда болған еді. Осыны өткен аптада біздің білім және ғылым министрлігі анығын кесіп айтты. Енді 2023 жылғы түлектер қаңтар ұбт-сын және де негізгі нағыз ұбт-ны тапсыратын болады. 2023 жылғы түлектерге екі мүмкіндік береді. Қайсысынан көп жинайды, сол ұбт балы бойынша өзінің таңдау орындарына, конкурстарына қатысуына мүмкіндік алатын болады. 2023 жылғы ұбт өзгерістерінің екінші бөлімі бұл оқу сауаттылығы мен Қазақстан тарихы пәндерінің арасында, негізгі пәндердің арасындағы айырмашылықтар. Өткен жылы мысалға бізде оқу сауаттылығынан 4 мәтіндік сұрақтар беретін болсақ, әр қайсысынан 5 алу мүмкіндігіне ие болатынсыздар. Яғни жалпы 20 сұраққа жауап беретінсіздер. Енді бұл мәтіндік сұрақтар көп болмауы үшін бізде 3 мәтіндік сұрақтар береді. Әр қайсысынан 5 сұрақтар болады. Яғни бізде оқу сауаттылығынан 15 сіздерге сұрақ берілетін болады. 15 балл жинау мүмкіндігі бар сіздерде. Енді үстінде қалған 5 сұрақ, 5 балл қайда кетті деп ойлайсыздар ғой. Оны біз Қазақстан тарихына жіберетін болдық. Яғни бізде бұл жерде айта кететін жайт, оқу сауаттылығынан сіздер 15 балл жинай аласыздар, ал Қазақстан тарихынан 20 балл жинай аласыздар. Общий жалпылама алған кезде, сіздерге айтқан кезде, сіздер математикалық сауаттылықтан 15 балл, оқу сауаттылығынан 15 балл, Қазақстан тарихынан 20 балл, және де 5-ші таңдау пәніңізден 45, ал 5-шіден 45, жалпы 140 балл жинай аласыздар. Сіздерге берілетін 120 сұрақ, 140 балл жинайсыздар. Енді Қазақстан тарихынан біз қалай тест тапсырамыз? Осы сұраққа тоқтала кетсек, бізде алдыңғы жылы 15 сұрақ болды. Енді оны өзіміздің дәстүрлі кәдімгі сұрақтар, Қазақстан тарихынан сұрақ беріледі. Сіздер оның дұрыс нұсқаларын таңдайтын боласыздар. Ал 5-еуі ол мәтіндік сұрақтар болатын. Ол жерде мысалға сіздерге белгілі бір оқиға туралы, белгілі бір шайқастар туралы, не болмаса бір карталар туралы, белгілі бір қағанаттар туралы сіздерге сұрақтар берілетін болса, қазір уже олардың саны 2 болады дағына. Сіздерде 2 мәтіндік тақырыптардан сіздер 5 балл жинай аласыздар, ал 10 баллды сіздер кәдімгі сұрақтарға жауап беру арқылы жинайтын боласыздар. Жалпылама алған кезде сіздер 20 балл Қазақстан тарихынан жинайтын боласыздар. Қорытындылай келетін болсақ, сізде биыл 2023 жылғы ұбт-да Қазақстан тарихынан сіздер 20 балл жинай аласыздар, оқу сауаттылығына 15 балл жинай аласыздар, және де бір рет емес, нағыз ұбт-ны сіз 2 рет тапсырасыздар. Қаңтар ұбт кезінде және де нағыз ұбт кезінде маусым айында тапсыратын боласыздар. Енді сіздерге қаңтар ұбт-сына дейін бізде бар болғаны 4 ай уақыт қалды. Осы 4 айдың ішінде сіздер жақсы дайындалып, күшті жоғарғы результаттар көрсетуіңізге шын жүректен тілектеспіз. Алдағы уақытта біздің арнадан қандай видеоларды көргілеріңіз келеді, қандай тақырыпта біз видеоларды шығарғанымызды қалайсыздар, сол туралы өз ойыңызды комментарийға жазыңыздар. Және де каналымыздың дамуы үшін төменге лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Хош, сау болыңыздар.